Сәлем, сіздермен бірге Қазақстан Медиа Академиясының түлегі Айдана Азаматқызы және әртүрлі бейнебаяннан шығу жайлы айтатын Бықсыш бағдарламасы. Біз бүгін бойларындағы сұлулығы мен сыпайылықтары үлесін тапқан әдемі дуэтінің орындауындағы мүмкін екен әніне түсірілген бейнебаян жайлы айтамыз. Мүмкін екен ғой қолай сүйуің абайсыз, жүректің сізді болай сүйуің, байқамай жүрсіз қалайсыз, жүректің сізді болай сүйуің, байқамай жүрсіз қалайсыз. Ерекше дауыс иелері Әсел мен Әсем әпкелеріміз әннің авторы жайлы әңгімелейді. 2000 жылдық осы тарихы бар біздің туған жеріміз Тараз қаласында жүргенімізде бір ағама қоңырау шалды. Осылай менің есімім Жеңісхан Барымбеков, осындай сазгерлік қасиетім бар, келіп менен әндерімді айтасыздар ма, көріңіздер деді. Содан неге барып көрмеске, танысайық деп Әсем екеуміз бардық. Содан бір ағаның кабинетіне кірген уақытта таң қалдық. Біздің шығармашылығымыз жайынан түгел хабардар, журналдар барлығымен таныс екен. Ағамыз өнерде өте қатты сүйеді екен. Сонымен бізге бір көңілді әнді ұсынды ол кісі. Басқа әнді. Содан біз ол әнді тыңдадық та, енді ұнатпадық демеймін, былай жалпы болады екен деп қоя салдық. Содан бір кезде тағы бір әуенді қойды артынша. Бұл әуенді осындай әншілер орындаған деп әуенді қойып жіберген еді. Бірден мен жүрегім қатты қалады. Содан Әсем де ұната кетті. Аға, осы әнді бізге беріңіз деп қолға салдық. Аға, жоқ, бере алмаймын, бұл әнді алдында әншілер орындаған, бұл ән баға ашылмай жүр. Қанша қызға бердім, жарты жолдан тастап кетеді деп өкпесі қара қазандай болды. Содан енді қайттық деп ағаны екі жағынан отырып, аға беріңіз деп, содан ол кісі бізге жарайды, онда айтсаңдар айтыңдар. Ақыры өнерлерің бойларында бұлқынып тұрген, рұқсатымды берем деп берді. Бір қызығы жас өнерпаздар әнді орындай бастағанда біраз түсініспеушіліктер орын алыпты. Бір қызығы бұл әннің басы айқай-шумен басталып кетті. Яғни әнді айтып жазып болған соң радиоларға шыға бастадық. Сол уақыттарда бізге Роза Алқожа әпкеміз хабарласып, бұл әнді орындамаңыздар, себебі бұл ән менің әнім деп. Содай арамызда кикілжіңдер туындай бастады. Әннің шығу тарихы осындай қызық болды негізі. Содан өзіміз бұл әнге түсінбей қалдық, қалай біз ән ұрлаған жоқ едік, бұл әнді сазгерден алдық, өзінің рұқсатымен алдық. Бұл ән негізі ертеректе шыққан болады екен, бірақ көп әншіге бергендіктен олар жарыққа шығарамай дұрыстап, ән тасада қалып кеткен. Бірақ біз шығарғаннан кейін бірден осы кісі бізге хабарласып, бірден сайттарға шығып кеттік, ән ұрлапты әдемі дуэт деп. Содан Роза Алқожа әпкемізге түсіндіріп жатып, бірақ бір қызығы, бір ақынның сөзіне екі түрлі әуен жазылған. Екеуі де лирикалық бағытта, бірақ екі түрлі ән. Әуені сәл-сәл ұқсап қалған. Содан осылай дауға ұласқаннан кейін екі жақ тараптан достасып, ол әнді орындаушы өзіміздің өнердегі досымыз Шерхан екен. Сонымен екі жақ достасып, ән жарыққа шықты. Басында біраз дау болған әнді тыңдарман қалай қабылдапты? Көптеген жандар бұл әнді ұната бастады. Өзімізге де қатты ұнады, енді қатты қалап тұрсын. Әсіресе сөзі ерекше болды. Сөзін ақын Танагөз Толқынқызы деген ақын әпкеміз жазған болатын. Осындай жүрек тебірентер әдемі сезімге толы бейнебаянды қанша уақытта түсірген екен? Бейнебаян Тараз қаласында түсірілді. Екі күннің ішінде түсірдік. 2 күннің ішінде түсірілдік. Ешқандай да алдын ала қатты даярланған жоқпыз. 2 күннің ішінде 2-3 түрлі образбен түсіп кетті. Солай бейнебаян. Бейнебаян махаббат жайлы, қыз бен жігіттің махаббаты жайлы болады. Әсел мен Әсем ханым көрермендерді бейнебаяндағы актер және актрисаны таныстырмақ. Бейнебаяндағы қыз ол біздің сіңіліміз болады. Туған сіңіліміз емес, яғни туысқан сіңіліміз. Ол өзіңіз көрсеңіз сондай сүйкімді әдемі қыз, бір тартымдылығымен. Сіңіліме айтып едім, ол қыз өте өнерлі қыз, актрисалық жағынан болсын, өзі негізі журналистика саласында білім алған. Бірден келсе кетті, кез келген образды ойнай аламын, ешқандай қорықпаймын деп. О, жақсы дедік. Содан бейнебаяндағы жігіттің оқиғасы қызық болды. Ол жігіт әнші жігіт болатын.
Бірақ өнерден алыстап кеткен. Ол жігітке қолқа салғанымызда қарсы бола бастады. Мен түсе алмаймын, себебі мен жақында отбасын құрғалы жатырмын, бұл мен отбасыма кедергі келтіреді деді. Содан қалайды екеуміз көндірдік. Жоқ, сіз түсу керексіз, сіздің түрің әлпетіңіз келеді деп көндірдік. Сонымен ол жігітте өнерді жақсы көретін болса керек, біз үшін келіп бейнебаянға атсалысты. Бір қызығы, күн өте қатты суық болды, қар тізеге дейін болды. Саябақтың ішінде түсіргендіктен өте қатты жаурадық. Енді өнер үшін өнердің ыстығы, суығы осы болса керек, төзе білдік. Бейнебаян түсіріліп кетті. Бір қызығы, екі осы ойнаған актер мен актриса бірнеше айдан кейін сіңіліміз тұрмысқа шықты, ал жігіт отбасын құрды. Екеуінің жігіттің досы сол актриса қызды алды. Яғни өте қызық жайт болды. Ешқандай да екеуінің ортасында араздық туған жоқ. Солай өзара жалпы екі жаста бақытты болып кетті, екі жаққа. Өмірде бәрі мүмкін екен деп қалдық негізінде, расымен. Жан тебіреншер нәзік сезімге толы осындай әннің тыңдармандары көбейді дейді әншілер. Шыны керек, осы мүмкін екен әні бір өзі жолы ашық ән. Елдің бәріне қай жерде айтпасын, концерт болсын, түсірілім болсын, тойда да айтсақ, елдің бәрі қарап, мына әндеріңіз жақсы екен, өте жақсы ұнады деп. Яғни бұл жерде бұл әннің сөзі де өзі махаббатты сіз деп жеткізеді. Соны өте қатты ұнатады екен жігіттер. Бір қызық жайттар болатын, маған таныс ағаларым қоңырау шалып, осы өлеңді айтып беруімді өтінетін. Енді сұрап тұрған соң қалай айтпайсың, айтып беруін өтінгенде телефон арқылы. Тіпті кейде дүкен аралап жүреміз, сол кезде тез-тез айтып бере қал осы өлеңді деп қолқа салады. Содан телефон арқылы мүмкін екен ғой деп өлең айтып жүремін. Елдердің барлығы маған қарап, қызығып, түсінбей жатады телефонмен ән айтқанын естіп. Солай осындай жағдайлар жиі орын алып тұратын. Сұлу бикештерге түсірілім кестерінде жасалынатын детальдеу жұмыстары әр теже көңілдерінен шығады екен, бірге білейік. Бейнебаянда мүлдем болған жоқ, әйтеуір барлығы сәтті шықты, бірақ басқа кездерде болған. Тіпті өнер көрсететіннің алдында ұнамаған шаш үлгісін, мейкапты өшіріп, тез-тез өзім бояп алған күндер болған, әсіресе менде көп болады. Сондай қызықты жайттар, жараспай қалған. Ал маған келетін болса, мен өзім айтып отырамын. Негізі мен осы өнер саласында болғаннан кейін бәріне қарап, бәрін оқып аласың ғой енді. Шашым жасаса, мына жерін былай жасаңызшы, бетімді бояса, мына жерін былай, қатты боямаңыз деп айтып отырамын. Сөйтіп мен сәтті шығады негізі. Ал қазір көбінесе өзіміз боянуды қолға алдық, яғни өзіміз үйреніп алдық. Көбінесе кейде ғана фотосессияларда түрлі үлкен түсірілімдерде ғана кәсіби визажисттерге барамыз. Көбінесе өзіміз боянамыз. Көптен күткен сәтті келіп жетті. Назарларыңызда Әдемі дуэтінің орындауындағы мүмкін екен әніне түсірілген бейнебаянды ұсынамыз. Жүрекке жүрмей әмірім көңілде неге тұрып алдыңыз мызғымай хатыма бәлкім күліп алдыңыз күлмейтін шығар көз бұлай мүмкін екен ғой қолай сүйуің абайсыз жүректің сізді болай байқамай жүрсіз қалайсыз жүректің сізді болай сүйуін байқамай жүрсіз қалайсыз тағдырым осы шатпақтап шығар сөйлесе іште бір өкпе атыңыз аталса атқақтап шығар не болған мына жүрекке қиналып адам кетеді екен ғой жұтып алғандай жасыңды қас қағым бір сәт жетеді екен ғой жоғалту үшін барыңды мүмкін екен ғой
есімін іште сақтайды. Сүйе тұра, сүйем деп бірақ айтпайды. Ғашықтық сезім білінетін көзімнен, махаббатты білмеген жандар ұқпайды. Баксити бағдарламасы отандық үздік бейнебаяндардың қалай жарық көргендері жайлы әңгімелейді. Әнді сүйіп, міндетті түрде өз әуендеріңізді шырқаңыздар. Өздеріңізбен бірге болған Айдана, сау саламатта болыңыздар.